Еліміздің егеменді мемлекет болып қалыптасуына сүбелі үлесін қосқан азаматтар мен қоғам қайраткерлерінің есімдері ұлт жадында мәңгі сақталуы тиіс. Бұл тұлғалардың аты Қазақстан тарихында алтын әріптермен жазылған. Ендігі мақсат оларды ұлықтап, батыр ақын бабаларымыздың игі істерін кейінгі ұрпаққа жеткізу, аманат ету. Сонда ғана болашақта тарихын таныған отансүйгіш ұрпақ қалыптасады. Еліміздің одан әрі дамуына олар жол ашады. Осы мақсатты меңзеген жиын бүгін Астанадағы Еуразия ұлттық университетінің ғылыми кітапханасында ұйымдастырылды. Оған парламент мәжілісінің мемлекеттік рәміз авторлары, студент, жастар және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысты. Тәуелсіз мемлекеттің қалыптасу жолында аянбай тер төккен қайраткерлердің орасан еңбегі әңгімеге өзек болды. Мемлекет басшысы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдаған маңызды шешімдері айтылды. Тәрбиелік мәні зор іс-шараны Халықтар келісімі қоғамдық бірлестігі Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен ұйымдастырып отыр. Біздің енді басты мақсат біздің егемендікке жеткен еңбегі сіңген азаматтардың тарихи тұлғаларды зерттеп кеңінен халыққа тарату. Біздің егерде тарихымызды жақсы зерттесек, егерде тұлғаларды жақсы танитын болсақ, біздің патриоттық рух көтеріледі.